Ақтөбеде жаңа шағын ауданның жағдайы сын көтермей тұр. Жуырда ғана Алтын Орда деп атау берілген Батыс 2-нің көшелерінде не арық жоқ, не жарық жоқ. Бұл ауданның о бастан жоспары дұрыс болмаған дейді белсенділер. Қазына қаражатын миллиардтап жұмсаған жобалары аяқсыз қалды деуде. Жауапсыз мердігердің сапасыз жұмысын көрмекке аталған ауданға арнайы мониторинг тобы барды. Разве это работа? Вот смотрите. Дороги 3 недели всего. Все, уже нету дороги уже. Жаңа аудандағы жұрттың жан айқайы таусылар емес. Жауапсыз мердігерлердің ісін талай мәрте сотқа жолдаса да жұмыстың сапасы артпай қойды дейді. Жол, аяқталмаған құрылыс, жөндеу бітпеген суағарлар мен көше шамдарының жоқтығы көпті қынжылтып отыр. Батыс 2-нің проблемалары негізі мәселелері бізде ешқандай бізде план мероприятий жоқ. Допустим, орталық көшелерді салат, а бірақ ішкі көшелерді, допустим, оны бітірмей басқа жерге көшіп кетеді. Неге десең, сол жаңбыр сайын, міне қазір жаңбыр жауды, балшық ол кішкентай көшелердің арасына машиналар шығады. Бүкіл балшықты сол көшеге шығарып, артынан ол кепкесін шам болады, сосын халық соответственно, онымен зардабын көреді. Бұл мердігер осыдан 5 жыл бұрын осы аудандағы 4 көшенің абаттандыру жұмыстарын өз мойнына алған. Бұл үшін бюджеттің 2 миллиард теңгесін жұмсаған. Келісім бойынша құрылыс жүргізіп, уақытылы тапсырған. Енді жергілікті билік өздері қабылдап алған жұмысқа жауапты мердігерді сотқа бергендерін айтады. Қазіргі уақытта енді бұл жоба арасында 18 жылы басталып, 22 жылы қабылданды. Қазіргі уақытта біздің мекемемен сотқа арыз жолданды. Осы жоба аясында жұмыстарды толық аяқтау және жаңа енді қазіргі уақытта жаңа осы қаланың тұрғындарымен айтылып жатыр, жаңағыдай жарық жүйесі дұрыс жанбай тұр, светофорлар уақытылы жұмыс істемей тұр. Осындай сұрақтар, ақаулар бойынша біздер сотқа істі жолдадық. Проблема бұл көшеде ғана емес. Жаңа ауданның өзге аумақтарда көңіл көншітпейді дейді мұндағылар. Қомақты қаржыға салынған құрылыстың ауыз толтырып айтар нәтижесі болмай тұр деп налиды. Жарық жоқ, тротуар жоқ. Мына ненің қараңыз, қазір қар түсіп, бүгін ертең қар түседі. Ливневканы қараңыз, іші толып жатыр. Шөп өсіп кеткен, олар тазартылмаған. Суағар бұл ауданда маңызды, себебі ертең бәрі суағар толып қалса, бәрі суға кетеді ғой. Бізде суағар мәселесі өте қиын. Қалада суағар жоқ, тыңғасы. Еріктілер атқарылған жұмыстарға қарап, қаржы тиімді игерілген деп айта алмаймыз деп отыр. Қоғамдық мониторинг нәтижесінде барлық кемшілік тіркеліп, тиісті ұсыныстар берілді. Оны жою облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бақылауында болмақ. Райгүл Еншібай, Жомарт Құдайбергенов, Алматы телеарнасы, Ақтөбе.